Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Мен Тәтебекова Айнұр Андабековна, Абай атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Сабақтың тақырыбы Керқұл атты Кендебай ертегісі, Кендебайдың ерліктері. Оқу мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу. Бағалау критерийлері: ертегідегі негізгі кейіпкерлердің портретін жинақтайды, кейіпкердің образына қызмет етіп тұрған маңызды әрекеттерін талдайды, жинақталған ақпараттар негізінде кейіпкер образына қатысты өз көзқарасын білдіреді. Бірінші тапсырма — топтық тапсырма. Бірінші топ: мені түсін әдісі бойынша негізгі 10 тірек сөзді ала отырып, ертегі мазмұнын баяндаңдар. Кері байланыс. Екінші топ: қатені тап әдісі. Ертегі мазмұны бойынша бірнеше сұрақтар құрастырыңдар. Сұрақтарда 1-2 қате болуы тиіс және ертегі желісі бойынша сурет салыңдар. Суретте 1-2 қате болуы тиіс. Дескриптор. Үшінші топ: ертегі мазмұны бойынша кино сценарий жасаңдар. 2 жұлдыз 1 тілек кері байланысы беріледі. Екінші тапсырма — жеке жұмыс. Берілген ертегіні оқи отырып, Кендебайдың ерлігін суреттейтін ең маңызды 3 әрекетін жазу. Кестені толтыру. Кендебай және Керқұл бейнелері. Кейіпкер, ертегідегі кейіпкердің портреті, кейіпкердің ең маңызды 3 әрекеті, кейіпкер образына қатысты көзқарасым. Дескрипторларға назар аударамыз. Үшінші тапсырма. Бұл топтық тапсырма. Берілген сұрақтарды топ ішінде талқылау. Бірінші топ: Кендебайға ұқсаған келе ме? Қай қасиеті көбірек ұнайды? Екінші топ: қазіргі өмірдің кендебайлары туралы ойларың қандай? Үшінші топ: жылқының қасиеттері туралы не білесіңдер? Топтау сызбасы арқылы көрсетіңдер. Бұл тапсырмада оқушыларға жапондық бағалау О және беріледі. Төртінші тапсырма. Бұл жұптық тапсырма. Шығарманы өз ойларымен дамытып айтыңдар. Сендер автор болсаңдар, осы шығарманың сюжеттік желісінің қалай жалғасқанын қалар едіңдер. Сабақтың соңында кері байланыс ретінде ойды аяқта. Бүгін мен не білдім? Не нәрсе қиындық тудырды? Мен үйрендім, қолымнан келді. Осы бойынша балаларға кері байланыс беріледі. Үйге тапсырма: кейіпкерге хат жазып келу. Балалар, сабағымыз осымен аяқталды. Қош сау болыңыздар.